Қазақ халқы ежелден қонақжай халық. Бірақ өкінішке орай соңғы кезде жекжат жұрағаттарда, дос-жарандарда хабарсыз, ескертусіз, себепсіз бір-бірінің үйіне бармайтын болған. Тіпті көршілер де атысын салмайды. Әрине, бұл бәріміздің басымыздағы жағдай. Себебі сол үйдің берекетін алмайық, ыңғайсыз жағдайға қалдырмайық деген ойдан туындаса керек. Бұрын қазақта қандай болған? Бұрын дос жарандары, әзіл жарасқан құрбылары, көршілері біз сіздің үйге қазан шегелей келдік деп кіріп барады екен. Сол кезде үйдің иесі де манадан бері қарата қазан шегелейтін шебер таба алмай отыр едік, қош келдіңіздер деп қарсы алып, қонақасын беріп, құрметтеп шығарып салады екен. Қазан шегелей келдік дегеннің негізгі мағынасы біз саған қонаққа келдік дегеннен туындаса керек. Ең бастысы тамақ емес, қабақ емес пе? Сондықтан бір-бірімізге қазан шегелей барайық.